Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі семинардың тақырыбы мектепке дейінгі ұйымда әлеуметтік эмоционалдық дағдыларын дамыту әдістемесі. Әлеуметтік эмоционалдық дағдылар дегеніміз не? Осыған тоқталып өтейік. Әлеуметтік эмоционалдық дағдылар баланың өз эмоцияларын түсінуі, өзін өзі реттеуі, өзгелерді түсінуі, дұрыс қарым-қатынас жасауы, жауапты шешім қабылдау қабілеттері. Осының бәрі әлеуметтік эмоционалдық дағдылар болып саналады. Яғни бұл дағдылар баланың психологиялық қауіпсіздігін және мектепке дайындығын қамтамасыз етеді. Келесі, осы әлеуметтік дағдыларды қалыптастыру барысында балаларда сел бағдарламасы қолданған өте тиімді. Осы сел бағдарламасы туралы кішкене тоқталып айтып өтейін. Сел бағдарламасы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында балалардың әлеуметтік және эмоционалдық дағдыларын дамытуға арналған заманауи педагогикалық бағдарлама. Бұл бағдарлама барысында балалар өз эмоцияларын тануға, оларды дұрыс жеткізуге, құрдастарымен тиімді қарым-қатынас жасауға, бір-біріне жанашырлық танытуға және жағымды мінез құлық қалыптастыруға үйренеді. Сел әдістерін мектепке дейінгі ұйымдарда қолдану баланың психологиялық жайлылығын қамтамасыз етіп, оның қоршаған ортаға бейімделуін жеңілдетеді. Сонымен қатар бұл бағдарлама балалардың коммуникативтік қабілеттерін, эмоционалдық тұрақтылығын және шығармашылық белсенділігін дамытуға ықпал етеді. Жалпы бағдарламаның мақсаты қандай және міндеттері қандай? Бағдарламаның жалпы мақсаты баланың өз сезімдерін түсіну, эмоцияларын реттеу және қоршаған ортамен үйлесімді қарым-қатынас құру дағдыларын дамыту. Ал негізгі міндеттері баланың эмпатиясын дамыту, серіктестік қасиеттерін арттыру, топтағы жанжалдарды оңай және сындарлы шешуге баулу. Осы бағдарламамен мақсатын алдыға қойып, міндеттерін орынды мақсатты шешу үшін біз алдымызға осындай міндеттер алып отырмыз. Осы міндеттер шешілген кезде қандай алдағы уақытта болжам, яғни күтілетін нәтиже қандай? Бұл жерде бала өз эмоциясын еркін басқара алады, өзгелерді сыйлайды, әлеуметтік климатқа оңай бейімделетін тұлға болып қалыптасады. Енді мектепке дейінгі ұйымда әлеуметтік эмоционалдық дағдыларды дамыту ерекшеліктері, бұл енді жас ерекшеліктеріне сәйкес қалай дамиды. Және бұл жерде негізгі педагогтың фокусы, яғни әрекеті қандай? Осыған тоқталып өтейік. 2-3 жас, бұл енді ерте жас пен кіші жас. 2 жас негізінде кіші жас. Бұл кезде ең басты 2 жастағы балалардың дамитын дағдысы эмоцияларды қарапайым деңгейде білдіру, қауіпсіздік сезімі. Яғни осындай дағдылар қалыптасады. Бұл жерде енді негізгі педагогтың міндеті балаларға табиғи сенімділік ортасын құру керек, және тактильді байланыс және серпінділік. Тактильді байланыс дегеніміз әрине кіші топтағы балалар, олар еркелеткенді, жаңағы құшақтағанды жақсы көреді, бетіне бетін тигізіп, яғни тәрбиеші баланы тактильді түрде қолымен сипап, жаңағыдай аймалап құшақтай білу керек. 3-ші ортаңғы топ жас ерекшелігіне сәйкес қандай басты дағдылар дамиды? Бұл жерде ортаңғы топта балалардың ең бастысы эмоцияларды ажыратады және атай алады. Ол сурет арқылы, немесе смайлик арқылы балаларға көрсетсеңіз, бала қуанып тұрма, немесе мұңайып тұрма, осыны орта жастағы балалар ажыратады, осындай дағдылары дамиды. Одан кейін бұл жерде ортаңғы топта балаларға педагогтың іс-әрекеті қандай болу керек? Бұл жерде эмоциялар картасының жұмыс, ертегілер мен кейіпкерлерді талдау. Яғни ертегіні оқып бергеннен кейін ертегілерге мінездеме береді. Балалар ол қандай кейіпкер, жақсы ма, жаман ба, жаңағы мінез құлқына байланысты осы кейіпкерлерді ертегідегі балалар талдай алады тәрбиешімен бірге. Және жаңа айттым, смайлик
әртүрлі карточкалар деп. Осындай әртүрлі эмоциялар бейнеленген карточкалармен жұмыс жасай алады ортаңғы топтағы балалар. Тәрбиеші осындай карточкамен балалармен жұмыс жасайды және ертегілердің кейіпкерлерінің мінез құлықтары арқылы талдайды. Одан кейін 4 жастағы ересек топтағы балалардың қандай басты дағдысы дамиды? Бұл жерде достық қарым-қатынас, өзгемен бөлісу дағдылары. Яғни балалар бір-бірімен достық қарым-қатынас жасай алады және өз затын жаңағы басқа өзінің құрдастарымен бөлісе алады. Осындай дағдылар дамиды. Бұл жерде педагогтың негізі әрекеті қандай? Яғни командалық ойындар, топтық жобалар, рөлдік ойындар арқылы бағыттау. Осы командалық ойындарды ұйымдастырып жатқан кезде тәрбиеші бағдар береді. Немесе топтық қандай да бір жұмыс жобалар жасап жатқан кезде түсіндіру жұмыстарын жүргізіп бағдар береді. Жобаны қалай жасау керек деген сияқты. Неден бастаймыз? Одан кейін рөлдік ойындар, сюжеттік рөлдік ойындар ойнаған кезде тәрбиеші балаларды рөлдерге бөлуге көмектеседі. Немесе балалар өз қалауынша жаңа рөлдік ойындардағы кейіпкерлерді таңдап алады. Мен сатушы болам, сен сатып алушы боласың деген сияқты. Осы жерде тәрбиеші балаларды бағыттап отырады, көмектесіп, бағыт беріп отырады. Енді 5 жастағы балалар ең негізгі дамитын дағдылары қандай? Бұл жерде 5 жастағы балалар өзін-өзіне бақылау жасай алады. Және бір-бірімен құрдастарымен жанжалдасып қалған кезде оны шеше алады, яғни конструктивті шешім таба алады, ортақ шешімге келе алады, татуласа алады. Осы жанжалды, яғни бір сөзбен айтқанда реттей алады. Осындай дағдылары дамиды. Бұл жерде педагогтың іс-әрекеті, яғни негізгі фокусы педагог проблемалық жағдаяттарды талқылау, рефлексия және сезім күнделігі. Болып жатқан жағдайға немесе қандай да бір іс-шара өтсе, соған рефлексия жасайды педагог. Біз жаңағы дұрыс жасадық па, дұрыс жасамадық па, немесе жаңағыдай баланың жұмысын талдаған кезде, немесе жаңағыдай жанжал жағдаяттар болған кезде дұрыс шештік па, қандай дұрыс шешім болу керек, немесе жаңа айттым проблемалық жағдаяттарды талқылау. Мысалы, Асан Үсеннің ойыншығын тартып алып қойды, ол дұрыс жағдай ма, жағдаят болды ма, неге дұрыс емес? Осы жерде балалардың ортасына осындай сұрақ қойып, талқылап мәселені, жағдаятты шешеді. Ортаға балаларға талқылауға тастайды. Балалар түсіну керек, жанжал неден туды, не үшін болды, енді әрі қарай болдырмау үшін не істеу керек деген сияқты. Жаңа сезім күнделігі деп айтып отырмыз. Мысалы, балабақшаға таңертең келеді, кешке дейін осы балабақшада өзін комфортны жағдай жасау керек болған, бала өзін комфортны сезу керек, яғни жайлы. Ол кешкісін бізде жаңағы смайлик бұрышы болады, немесе сезім күнделігі. Оны альбомдық жасауға болады, немесе бір бұрышқа жасауға болады, тақта арқылы. Сол жерге баланың күліп тұрған, ренжіп тұрған, мұңайып тұрған әртүрлі смайликтарды қойып қоюға болады. Және сол жерде балалардың суреттері жапсырылып тұрса, бала өзін тауып, өзінің бүгінгі көңіл күйі қандай болды, соны белгілей алады. Кешкісін үйге қайтып кетіп бара жатқан кезде тәрбиеші, мысалы, Асан, сенің бүгінгі көңіл күйің қандай болды? Сен көңілді болдың ба, ренжідің ба, мұңайдың ба деген сияқты. Сол өзінің көңіл күйін бала смайлик арқылы белгілеп, өзінің суретін тұсына жапсырып белгілей алады. Және не себепті көңілді болғанын, не себепті ренжулі болғанын, не себепті мұңайғанын бала айтып түсіндіре алады. Немесе не себепті бүгін таңғаралы қандай да бір жағдай болды, біреудің туған күні болды деген сияқты. Мен үшін ол, мен білмедім, мысалы, бүгін Раянаның туған күні екенін. Мен соған таң қалдым. Немесе бір қандай да зерттеу жұмыстарын жүргізген кезде, зерттеуді көрген кезде, мысалы, балалар жаңа білім алады, сода таң қалады. Ой, қандай керемет нәтиже шықты деген сияқты.
сонда мен білмеппін бұндай мысалы суды қатырып оны мысалы еріткенде ыстыққа қойғанда одан бу шығатын деген сияқты әртүрлі былай мысалдар келтіріп айтуға болады. Яғни бала жанжалды шеше алады, конструктивный шешім тауып, және өзін бақылай алады екен. Осындай дағдылар дамиды 5 жастағы балалардың. Педагогтың бұл жерде жаңағы негізгі фокусы осы проблемалық жағдаяттарды талқылауға салу, рефлексия жасау, және сезім күнделігінде балалардың көңіл-күйін белгілеуін қадағалап бағыт беріп отырады. Енді осы әлеуметтік эмоционалдық дағдыларды дамытуда қандай заманауи тиімді әдістер бар? Бұл жерде әрбір топта сезімдер бұрышы болу керек. Біз оны әртүрлі атаймыз, немесе тыныштандыру бұрышы деп те атаймыз. Бұл топ бөлмесіндегі бір арнайы тыныш аймақ. Яғни ол жерге жаңағыдай штор іліп қоюға болады, я тюль прозрачный, кішкентай жұмсақ жастықтар тастап, кілем төсеп, сосын жаңағы балалардың бұл жерге бұл сезімдер бұрышы, тыныштану бұрышы балаларға не үшін керек? Бала бұл жерде кейде ұйқысы қанбай келеді, я ашуланып келеді, немесе бір досымен бір затқа таласып қалады. Сондай мақсатта, сондай кезеңде баланы тынышталдыру үшін осындай бұрыштарға отырғызған дұрыс жіберген. Бұл жерде жаңағы баланы тынышталдыруға арналған тактильді құралдар болады. Бұл жерде бала жаңағы эмоциялық текшелер болады, әртүрлі смайликтердің сурет жапсырылған. Сол текшелермен жұмыс істейді. Немесе жаңағыдай әртүрлі құралдар бар. Осы жерде жаңағыдай суджок, кішкентай доттарын салып қоюға болады. Я баланы қолына қысып, жаңағыдай тактильді түрде дегенде, енді ол сол дотты қолмен ұстағанда бала басып отырып, жаңағы өзінің ашуланған мінезін басады. Бұл жерде бала өзін өзі реттеуді тез үйренеді. Яғни өзінің бұрынғы жаңағы тыныш қалпына келіп, ашуы тарқап, бала өзін өзі осы ойыншықтар арқылы өзін өзі ретке келеді. Ол жерге кішкентай светильник шам жанып тұрған, жаңағы пирамида қоюға болады, өсіп тұрған гүлді қоюға болады горшокта. Жаңа айттым, жұмсақ жастық, бала жатқысы келіп тұрғанша, немесе жаңағыдай кубиктар, әртүрлі жұмсақ жан-жағына смайликтер жабысқан, немесе жаңа суджок ойыншықтар, неше түрлі. Осындай заттарды, ойыншықтарды балаларға қойып қоюға болады, бала осы жерде тынышталады. Келесі, бұл заманауи тиімді әдіс. Баланы эмоционалдық жаңағы қатты ашуланып тұрған мінез құлқын басуға тиімді бұрыш деп айтуға да болады. Келесі, эмоционалдық шеңбер. Бұл жерде сіздер педагогтар күнделікті балаларда таңғы жиындар өткізесіздер. Бұл жерде балалар бір-бірінің көңіл күйін сұрайды, бір-біріне жаңа көңіл күйі түсіп тұрса, бір-біріне қолдау береді. Осы жерде тәрбиеші баланың эмпатиясын дамытады. Жаңағыдай, бұл жерде енді тәрбиеші баланы ести білу керек, тыңдай білу керек, оған сочувствовать ету керек деген сияқты. Голос ребенка, баланың дауысын біз естуіміз керек. Бала не айденіп тұрғаны, көңілінде не бар, қандай жағымсыз жағдай бар, немесе жағымды жақсы жаңалығы болса онымен. Ой, қандай Асан, сенде бүгін керемет жақсы жаңалық. Мен қуаныштымын сен үшін, немесе сенің ата-анаң үшін, немесе жаңағыдай барлық балалар өздерінің жақсы жетістіктерін, үйде болып жатқан жақсы хабарларын айтып жатса, тәрбиеші айтады, мен сендердің осы жақсы қуанышты хабарларың үшін өте қуаныштымын. Сендердің қуаныштарыңды ортақтасып бөлісемін деген сияқты балаларға жақсы көңіл күй сыйлай біледі. Бұл жерде бұл ортақ жауапкершілік сезімін оятады баланың. Өйткені бала біледі, қандай жақсы ситуация болады, қандай жаман жаңағыдай жағдай ситуациялар болады. Осы өзінің көңіл күйін ортада бөлісіп, өзіне жаңағы өзінің қылығы үшін кейде жаңағы жауапкершілік сезімі, ұялып жауапкершілік сезімі туып жатады баланың. Өйткені достарының әңгімесін ести отыра көңіл күйін, олардың көңіл күйі жақсы, жасаған қылықтары, істері жақсы болса,
осындай жақсы істерді жасауға бала талпынады. Сондықтан да бұл эмоциялық шеңбер деп айтуға болады. Бұл жерде бала эмоциясын білдіреді, өзінің көңіл күйін. Таңғы жиындарда немесе оны түс мезгілінде өткізуге болады. Иә, түс кезде біз не істедік, далаға шықтық, біз ұйымдастырған іс-әрекет болды. Осы кезде сенің көңіл күйің қандай болды, саған не ұнады, не ұнамады, неге сен мысалы мұңайып отырсың деген сияқты. Бүгін бір бала мүмкін үйін сағынып отырады, иә, ата-анасын. Отбасында әртүрлі жағдаяттар болады, соған қалай бала мүмкін анасына алаңдап отырады ма, мүмкін әкесіне алаңдап отыра ма, қандай да бір отбасында жағдай болып жатса. Ол кішкентай бала болғанмен, бала барлық жағдайды түсінеді. Бұл эмоциялық шеңберді кешке де өткізуге болады, үйге қайтар кезде. Менің бүгінгі бір күнім қалай өтті, мысалы, иә, бүгін мен не істедім, неге көңіл күйім толды, қандай құрдастарыммен ойнадым, нені үйрендім деген сияқты бала өзінің эмоциясын білдіріп, жаңағыдай ойынмен бөліседі. Осындай шеңберді бір күнде 2-3 рет ұйымдастыруға болады. Ұйымдастырған іс-әрекеттен кейін, немесе қандай да бір мерекелік іс-шара өткеннен кейін бала өзін қалай ұстады, немесе қандай да бір ойын-сауық кезінде, немесе ол бір спорттық жарыс па, қандай да бір іс-шара топта өткен кезде балаларды ортаға жинап, ойларын біліп, осында эмоциялық, жаңағы балалардың өздерінің эмоциясын шығару үшін баланың ішінде тұрады, ол айтқысы келіп тұрады. Келуі мүмкін, апай, бүгін мен жақсы тақпақ айттым, жақсы биледім, өзімді жақсы ұстадым деген сияқты. Осы жерде тәрбиеші баланы тыңдап ести білу керек. Осындай өздерінің іс-әрекеттеріне бала жаңағыдай бір сөзбен айтқанда бақылап есеп беріп отырады, өзін бақылай алады бала. Эмоциялық шеңберді бірнеше түрде, бірнеше жағдайда осындай ұйымдастыруға болады. Осылай. Келесі әлеуметтік эмоциялық балалардың дағдыларын дамытқан кезде біз білеміз, мектепке дейінгі ұйымда ең басты біздің іс-әрекет ол ойын. Яғни біз ойын терапиясын үнемі қолданамыз. Және онымен қоса әртүрлі құралдарды қолданамыз. Осы ойын терапиясы мен құралдарға тоқталып өтетін болса, балабақшада құм және су терапиясы өте бір тиімді терапия әдістердің бірі деп айтуға болады. Өйткені баланың ішкі стрессін, агрессиясын, қорқыныштарын бейсаналы деңгейде жеңілдетуге тиімді табиғи құралдар. Бала құмда жаңағы сурет салады, оның астына ойыншықтарын жасырып қойып, оны алады, немесе сумен жаңағыда ойнайды, өзінің көңіл күйін жаңағыдай стрессін басады, жаңағыдай тыныштандырады. Құмда, суда баланы тыныштыра алады екен. Яғни даже баланың ашуланып жылап тұрғанда, баланың беті қолын жусам да, ол бала тынышталады. Су, ол да бір емдік терапия деп айтсақ та болады. Құмда, суда бұл емдік терапия болады балалар үшін. Өйткені балалар қолдарымен сумен жуынады, құмды қолдарымен ұстайды, тактилді. Сонда ол жаңағыдай құмның жұмсақ екенін сезінеді. Одан кейін судың да таза екенін, бет ойын жуғанда тазаратын су қандай да жаңағы ласты жаңағыдай жуып тазартады, бір сөзбен айтқанда баланың тыныштандыруға көмектеседі. Су терапиясы да баланы жуындырсаң, бала кәдімгідей тынышталады. Немесе даже балаға суды ішкізсең де, көңіл күйін басу үшін. Енді осы мектепке дейінгі жастағы балаларда әлеуметтік эмоционалдық дағдыларын даму деңгейін анықтау үшін мониторинг жүргізетін болса, қандай баланың дағдыларын дамытуды ескереміз. Бұл жерде жаңағы балалардың эмоциялық хабардарлық дағдысы және өзін басқаруы, эмпатия мен әлеуметтік сезімталдылығы, қарым-қатынас пен шешімді қабылдау дағдылары дамиды. Және қандай да бір мысалы эмоциялық
хабардарлық 30%-ға жоғарылауы мүмкін. Өзін-өзі басқару 25%-ға өсуі мүмкін. Эмпатия мен әлеуметтік сезімталдық дағдылары 25%-ға. Қарым-қатынас және шешімді қабылдау дағдылары 20%-ға жоғарылауы мүмкін. Егер де баламен тиімді жүйелі жұмыс жүргізетін болсаңыздар, осындай нәтижеге жетеміз деп айтуға болады. Жалпы осы мониторингті жүргізуге жаңағы бақылау карталары мен бақылау парақтары болады. Осы арқылы жүзеге асырылу ұсынылады. Бұл жүйелі түрде әр баладағы ілгерілеуді бақылауды көмектеседі. Жылдың басынан бастап осылай балаларды мониторинг жүргізіп бақылап отырсаңыздар, жылдың соңында осы IQ мониторинг арқылы баланың дағдысы жаңағы 4 бағытта қалай дамығанын көруге болады. Енді осы баланың эмоционалдық әлеуметтік дағдыларын дамытуда тәрбиешінің кәсіби рөлі қандай? Ең бірінші бұл эмоциялық үлгі көрсету. Яғни тәрбиешінің өзін-өзі ұстауы. Тәрбиеші өзінің эмоцияларын дұрыс басқара алуы, ол балаларға үлгі болады. Бұл әрине тәрбиешінің мінез-құлқы деп бір сөзбен айтуға болады. Педагогтың сабырлы қарым-қатынасы және эмоционалдық тұрақтылығы балалардың өзін қауіпсіз сезінуіне ықпал етеді. Яғни топта бала өзінің қауіпсіз екенін, жайлы екенін сезінеді. Ол жаңағы егер де тәрбиеші ашулы болса, өзінің көңіл күйін қатты айғайлап, солай ұрсып балаға көрсетіп жатса, ол балаларға да жайсыз жағдай туғызады. Сондықтан ең бірінші тәрбиешінің көңіл күйі жақсы болу керек. Эмоциялық түрде ол балаларға әрқашанда үлгі болу керек педагог. Келесі қолайлы психологиялық орта қалыптастыру. Бұл да енді топтағы тәрбиешінің балаларға деген сенімділігі, сенім артуы, сыйластығы. Балаға біз жеке тұлға ретінде қарауымыз керек. Біз оған бала деп емес, жеке тұлға. Әрбір бала бір жеке тұлға. Оның жасаған істеріне сенім арту керек. Немесе жаңағы әр балаға сыйластық таныту керек. Әр балаға әр кезде қандай жағдайда болмасын қолдау көрсету керек. Және бала сол топтағы жылы атмосфераны сезіну керек. Ол егер де топтағы атмосфера жылы жақсы болса, бала оны сезіне білсе, ол өзінің ойын, сезімін еркін білдіруге балаға мүмкіндік береді. Балаға үнемі ұрсып, жаңағыдай бала қорқынышта жүрсе, ол бала өзінің сезімін дұрыс ашып білдіре алмайды. Өйткені тәрбиешіден қорқуы мүмкін, ұрсады деп. Бұл жерде балалардың эмоциялық тұрақтылығы мен әлеуметтік бейімділігін дамытудағы ең маңызды рөл атқарады. Бұл жаңағы топтағы психологиялық қолайлы ортаны қалыптастыру педагогтың басты міндеті. Сондықтан да баланың тұрақтылығы, эмоционалдық және әлеуметтік бейімделуін дамытуда ең маңызды рөл атқарады. Келесі эмпатиялық тыңдау дағдысы. Алдыңғы кезекте біз жаңа айтқан болатынбыз, мониторинг жасағанда осы 4 дағдыны дамытамыз деп, осы 4 дағдысын баланың жыл бойы бақылаймыз деп, соңында қандай нәтижеге жетеміз деп. Енді эмпатиялық тыңдау дағдысы. Тәрбиеші баланың ішкі сезімін жоққа шығармай, оны түсіністікпен қабылдау қажет. Эмоцияларды қолдау арқылы бала өз ойын ашық жеткізуге және эмоционалдық қиындықтарды жеңуге үйренеді. Жаңағыдай бала жылап қалып жатады, құлап қалып жатады. Сол кезде тәрбиеші қолдау көрсету керек. Енді байқап жүр, мысалы, немесе жаңағы досыңмен, құрдасыңмен бірге бөлісіп ойнау ойыншықты, бір-біріңе қолдау көрсет, жаңағы сенің қылығың бүгін дұрыс болмады, бірақ алдағы уақытта сен бұндай қателік жасамайды деп мен саған сенім артамын, мен сені білемін, жақсы көремін, мен сені сыйлаймын деп
баланы әрқашан қолдау керек. Әрбір балаға жаңа эмпатиялық тұрғыдан қолдау көрсетіп отыру керек. Яғни баланы тыңдау керек. Әр балаға түсіністікпен қарау керек. Сонда ол бала өзінің эмоциялық қиындықтарын жеңуге үйренеді. Ол біледі, тәрбиеші оны қолдайтынын, тыңдайтынын, ол оны сыйлайтынын, сондықтан да жаңағы дұрыс шешім қабылдайтынын және қолдау көрсететінін бала біледі тәрбиешінің. Сондықтан ол кез келген қиындық жағдай болса да сол қиындықты жеңуге үйренеді. Келесі кәсіби дамудың үздіксіз жетілдіру. Шынында міне өзі тақырыптың өзі айтып отыр, тәрбиешінің кәсіби рөлі. Қазіргі 21 ғасырда білім саласы бір орында тұрмайды. Күнге жетіліп дамып жатыр. Әртүрлі технологиялар өзгеріп жатыр. Адамның өз санасы өзгеріп жатыр. Сондықтан педагог үнемі өзінің білімін жетілдіріп, кәсіби тұрғыда дамып, кітаптарды оқып, интернет материалдарын жүйелі оқып, зерделеп, баланың даму деңгейін физиологиялық тұрғыдан, жалпы мектепке дейінгі балалардың дағдыларын дамытуда, жетілдіруде өзін үнемі жаңағыдай оқып, білімін толықтырып, жетілдіріп өту керек. Ең басты қазіргі заманның заманауи құралдары, сіздер білесіздер, ол компьютермен жұмыс істеу, проектормен жұмыс істеу, интерактивный тақтамен. Яғни қазір педагогтар эмоционалдық интеллект, IQ деңгейін арттырып, заманауи жаңағы сел бағдарламасы деп айтып отырмыз, жаңа бағдарламалар. Осылардың технологияларын, жаңа бағдарламаларын қолданып, олардың әдістерін тәжірибеде тұрақты қолдану керек. Бұл тәрбие жұмысының сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Бір сөзбен айтқанда, тәрбиеші үнемі өзінің кәсіби тұрғыда жетілдіріп отыру керек білімін. Жаңа технологияларды меңгеру керек, оны өзінің күнделікті іс-әрекетінде қолдану керек, жасанды интеллектпен жұмыс жасай білу керек. Осындай заманауи технологияларды, әдістерді тәжірибеде тұрақты қолданатын болса, бұл тәрбиешінің, яғни педагогтың жұмысын сапасын арттыруға көмектеседі. Келесі әлеуметтік эмоционалдық дағдыларды балалардың дамыту кезінде біздің ең басты серіктестігіміз ол ата-ана. Бала, ата-ана, педагог үшеуі бірлесіп жұмыс жасайтын болса, бұл жерде жақсы нәтижеге қол жеткіземіз. Мысалы, бала үйде жаңағыдай бір нәрседен қорқып келуі мүмкін, ата-анасы мүмкін қатаң шығар, үйде балаға ұрсуы мүмкін. Осындай жағдайда тәрбиеші баланың үйден келгенде көңіл күйі болмайтын, балабақшаға келгенде көңіл күйі жақсы, үйге қайтар кезде көңіл күйі түсетінін байқайтын болсаңыз, бұл өмірде кездесетін жағдайлар. Яғни мен сіздерге мысалға келтіріп отырмын. Ата-анамен жұмыс жасау керек, ата-анаға кеңес беру керек. Қандай кеңес бересіз? Ата-анаға баламен эмоционалдық байланысты нығайту үшін үйде күнделікті сезімдер әңгімесін жүргізу. Яғни бүгін сенің көңіл күйің қандай? Не көңілің толмай отыр? Мысалы, немесе неменеге ренжідің деген сияқты баланы эмоционалдық қажеттіліктерін шектену бойынша кеңестер беру. Мысалы, бала ойнағысы келеді, ата-анасы ойнамайсың, отырасың деп, немесе далаға шығармауы мүмкін, немесе тағы да бір сұраған затын бермеуі мүмкін. Әртүрлі балаға шектеулер қоюы мүмкін. Баланың жасағысы келетін затын нәрсесін жасатпауы мүмкін. Осындай шектен тыс шектеулерді қоймау үшін ата-аналарға кеңес беру керек. Балаға көңіл бөлу керек, баланың көңіл күйін сұрау керек. Бір мезгіл үйде 10-15 минут болсын, 5 минут болсын баламен сөйлесіп, оның қал жағдайын сұрау, күнін қалай өткізді, балаға не қажет, ол қандай ойы бар баланың деген сияқты ата-ана баламен
оған жеке тұлға ретінде қарап, жаңағыдай баланы үнін тыңдай білу керек. Яғни баланы қажеттілігін, ойы қандай бар, соны ата-ана тыңдай білу керек баланы. Бұл жерде енді ата-ана баламен жұмыс жасау үшін қандай технологияларды қолданған дұрыс. Бұл жерде енді серіктестік технологиялары, сіздер білесіздер. Сіздер ата-аналардың ішінде бар, белсенді ата-аналар бар. Осы жерде белсенді ата-аналар деген клубты ұйымдастыруға болады сіздерге. Ылғи белсенді ата-аналарды шақырып, одан кейін басқа ата-аналарды бірге шақырасыздар, осы белсенді ата-аналармен бірге тренингтер ұйымдастырасыздар әртүрлі. Бір ата-аналар белсенді қатысып отырады, бір ата-аналар қатыспайды. Осы қатысқан ата-аналарға қолдау көрсетіп, оларды марапаттап, жігерлендіріп, оларды қолдап отырсаңыздар, сіздердің басқа да ата-аналарыңыз оларға қызыға қарап, олар да кіріседі. Олар да осындай белсенді ата-ана болғысы келеді. Бұл сізге ата-анамен жұмыс жасауға жеңілдік туғызады. Яғни ата-ананы өздеріңізге қаратасыздар. Ата-анамен бірге бірлесіп осындай жұмыстарды жүргізсеңіздер, сіздің жасап жатқан жұмысыңыздың нәтижесі өте жақсы болады. Ол үшін жаңағы ата-аналарға апта сайын бір қысқаша ақпарат беріп отыру керек. Сіздер WhatsApp арқылы, мессенджер арқылы, YouTube канал бар, Telegram каналдар бар. Сол арқылы көбіне балабақшада, топта кездесетін жағдаяттар болады. Ата-ана кешігіп келуі мүмкін, баласын дұрыс киіндірмеуі мүмкін. Тағы да көптеген осы баламен жұмыс жасаған кезде неше түрлі жағдаяттар болады. Осындай жиі кездесетін жағдаяттарға байланысты ата-аналарға кеңестер беруге болады. Осы кеңесті электронды түрде жаңағы ақпаратты баланы таңертең ерте тұрғызу үшін істеуіміз керек. Ерте жатқызу керек, немесе күн режимін сақтау, жаңағыдай жексенбі күндері, демалыс күндері режимді балабақшадағы сақтау. Көбіне жаңағы дүйсенбі күні балалар келгенде ұйқылары қанбай, екі күн режимдері үйдегі күн тәртібі бұзылып, жылап келеді, ұйқысы қанбай. Осындай режимдік моменттерді сақтау, немесе демалыс күндерін баланың дұрыс өткізу, демалыста баламен жұмыс жасау, жаңағы жексенбіде демалыс күндері балаларға үйге берілген тапсырмалар, олардың киімдерін реттеу, тазалап алып келу. Осы әртүрлі балабақшаның жұмысына қатысты жиі кездесетін жағдаяттарға ата-аналарға айтып, одан қорытынды шығармай жатса, осындай кеңестер беруге болады. Бұл кеңестерді жаңағы қызықты қылып, жаңағы арасына видеороликтар қосып жасап, жақсы ата-ана баласын таңертең балабақшаға шығарып салғанда баласына сәттілік тілеп, жаңағы бүгінгі күнің сәтті өтсін, мен сені жақсы көремін, сені балабақшада апайың күтіп отыр, сендер бүгін балабақшада әртүрлі ойындар ойнайсың, сенде ұйымдастырған іс-әрекеттер болады деп, осылай балаларды жігерлендіріп балабақшаға жіберіп отырса, бұл сіздердің еңбектеріңіздің жемісі, яғни жүргізіліп жатқан жұмыстарыңыздың, жүйелі жүргізіп жатқан жұмыстардың нәтижесі деп айтуға болады. Сондықтан да ата-анамен тығыз жұмыс жасаймыз, өзара әрекеттесу. Осы балалардың жақсы әлеуметтік эмоционалдық дағдыларын дамыту үшін де ата-аналардың да өте көмегі көп. Өйткені ата-аналар балаларды үйде тәрбиелейді, балабақшада педагогтар тәрбиелейді. Екі жақ бірлесіп бірге тәрбиелесе, бізде өте жақсы результат, жаңағы қорытынды шығады, нәтиже. Енді осы жаңа мен сіздерге айтып отырдым, жаңа технология, сель бағдарламасы деп. Осы сель бағдарламасының тиімділігі қандай? Осы бағдарламамен жұмыс жасап, осы оның карточкаларын қолданып, жыл бойы осындай жұмыс жүргізіліп отырсаңыз, тәртіп бұзушылықтың азаюы 85%-ға дейін төмендейді. Эмпатия деңгейлерінің артуы 90%-ға дейін артады. Коммуникация белсенділігі
яғни баланың құрдастарымен, үлкендермен қарым-қатынас жасау белсенділігі 80%-ға өседі, бейімделу жылдамдылығы 75%-ға өседі. Яғни балабақшаға бала тез бейімделеді. Бұл сел бағдарламасының тиімділігін халықаралық зерттеулерге сәйкес жүйелі енгізілген бұл халықаралық зерттеулердің нәтижесі осы сел бағдарламасын қолданғанда алынып отырған сел бағдарламасының тиімділігі баланың когнитивті қабілеттерін орта есеппен 11%-ға дейін арттырып, мектепке бейімделу қиындықтарын едәуір азайтады. Өйткені балабақшаға келіп жүрген бала мектеп алды топтарын мектепке барғанда бейімделу кезеңі болады. Қай жас ерекшелігі болмасын, қай топқа болмасын, бала келген кезде барлық бала бейімделу кезеңінен өтеді. Осы мектеп алды топтың балаларын сел бағдарламасымен жұмыс жасайтын болсаңыздар, жаңа технологиямен баланың мектепке бейімделу қиындықтары азаяды екен. Өйткені бала коммуникативті, белсенді, қарым-қатынас жасай алады үлкендермен, ортаға тез бейімделеді, эмпатия деңгейінің артуы жақсы. Өйткені жаңағы ол да қарым-қатынас, біреуге сыйластықпен қарау, біреуді тыңдай білу, ол баланың мінез құлқының қалыптасқандығы, баланың мәдени деңгейлігін көрсетеді. Жаңағы ортада бала өзін қалай ұстауды біледі, тәртіп бұзушылықты азайту дегенде. Ол 6 жасқан бала, толған бала, толыққанды мектепке баруға дайын бала. Физиологиялық тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан жыл бойы мектеп алды тобының бағдарламасының мазмұнын игерді. Яғни осы әлеуметтік эмоционалдық бағытта өте жақсы жұмыс жасалды. Жаңа бағдарламаның, жаңа технологияның. Сондықтан да бала өзінің жаңағы ортада жақсы ұстай алады. Осындай дағдылар жақсы дамыған кезде бала ешқандай қиындықсыз келесі ортаға, яғни мектепке жақсы бейімделеді екен. Жалпы бүгінге сіздерге әлеуметтік эмоционалдық дағдыларды дамыту бойынша әдістемелік ұсыным осындай. Біз баланың жас ерекшелігіне тоқталдық, қандай жаңа технологиялар бар, осыларды тоқталдық, ата-анамен қалай жұмыс істеу керек, тәрбиеші өзін қалай кәсіби тұрғыда өсіру керек, жаңағыдай ойын технологияларында қандай технологияларды, құралдарды қолдану керек, заманауи тиімді әдістерді қалай қолданамыз, жалпы бағдарламаның мақсаты мен міндеттері қандай, оны жүйелі оқыту тәрбиелеу жұмысында қолданатын болсақ, қандай нәтижеге жетеміз, осы туралы айтып өттік. Жалпы сел бағдарламасы туралы да тоқталып өттік. Бүгінгі өткізілген семинар тақырыбы сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.